Сәлем бәріне, қалдарыңыз қалай? Бүгін біз сіздермен біздің асқазанымыздың дұрыс жұмыс жасамауына не болмаса тісіміздегі кариестің арқасына аузымыздағы шыққан жаман иістен қалай құтылуға болады және оны толық қалай емдеп жазуға болатын жолдарын білетін боласыздар. Егер де сізге осындай тағы да басқа қызықты ақпарат қажет болса, ең алдымен менің каналыма тіркеле кетіңіз. Сол кезде жаңадан салынған видеоларды өткізіп алмайсыз. Ал егер де сіз видеоны соңына дейін қарайтын болсаңыз, бір ингредиенттің арқасында қалай асқазанымыздағы, ағзамыздағы ауруларды, дене жарақаттарымызды, не болмаса буын қақсауларын бір ингредиентпен қалай емдеуге болатын жолын білетін боласыздар. Сол себепті видеоны соңына дейін қараңыздар. Сәттілік! Бүгін біздің қозғайтын тақырып ол қарапайым қалампыр, яғни гвоздика жайлы болады. Көбісі білсе, біразы білмеуі мүмкін. Қалампырдың, яғни гвоздиканың адам өмірінде беретін пайдасы орасан зор. Мысал ретінде көп жағдайда қазір бізде кездесіп жатады, өздеріңізде де жаңағы сезіп таңертеңгісін байқайтын шығарсыздар. Ұйқыдан оянған кезде асқазаныңызда, яғни ауыз қуысында жағымсыз иістің пайда болуы. Ол иістен біз оңай құтыла аламыз. Ол иістің шығу жолдары көбінде біздің тісіміздегі кариес, яғни қара дақтардың кесірінен болуы мүмкін, не болмаса налет, яғни тісіміздің арасында жаңағы тағамдардың жиналып қалуынан иіс шығады. Ал ең көп жиі кездесетін ол тістің шығуы, ол асқазан ауруы, яғни гастриттағы токсиндардың иісі. Егер сіздің ауыз қуысыңызда осындай жағымсыз иістер болып, осындай ауруға шалдыққан болсаңыз, оның емдеу жолы өте оңай, сізге қалампыр жақсы көмекке келеді. Қалампыр ол гвоздика, кептірілген гүл. Осы бір упаковкада 15-20 граммдықтары сатылады. Оның бағасы шамамен 150-200 теңге дейін ғана тұрады. Осы ең арзан бір ингредиентпен ауыз қуысындағы жағымсыз иістен құтылып және емдеп аласыз. Оның емдеудің бірінші жолы күнде таңертеңгісін аш қарынға қалампырдан шай жасап ішесіз. Кәдімгі шайды қалай қайнатып ішсеңіз, дәл солай қалампырдан да шай жасап, күнделікті таңертеңгісін аш қарынға бір стақан ішу қажет болады. Ал екінші жолы да өте оңай, күнделіксін түнде бір жаңағы упаковка 15-20 грамм қалампырға 1 литр ыстық су құйып тұндырып қоясыз. Жаңағы қалампырдың тұнбасын одан кейін күнделікті таңертеңгісін тісіңізді тіс пастасынан жуып болғаннан кейін сол жаңағы дайын болған тұнбаңызбен аузыңызды шайып отырасыз. Яғни ол сізде әдетке айналу қажет. Таңертеңгісін тісіңізді жуғаннан кейін міндетті түрде осымен шайып отыратын болсаңыз, 100% ауыз қуысындағы бүкіл иістерден құтыласыз және де емдеп жазып аласыз. Яғни асқазандағы гастриттағы жаңағы токсиндарды шығарып, ауыз қуысындағы кариестардың жаңағы жағымсыз иісінен құтылып емдеп алуға өте оңай және арзан жолы, және ол 100% жұмыс жасайды. Одан бөлек қалампырдың емдік жолдары өте көп. Мысал ретінде буыныңыз қақсап ауыратын болса, қалампырдан қалай май жасап, оны тіземізге не болмаса буыныңызға жағуға болатын жолын әрмен қарай айтамын. Буыныңыз қақсап, жаңағы сүйектеріңіз ауыратын болса, қалампыр майы ол қақсағанда дем арада алады, яғни денеңіздегі суықтарды шығады. Оның жасалуда жолы өте оңай. Осындай қалампырдың ұнтақталған түрі сатылады. Сол ұнтақталған 10 граммды қалампырға 100 миллиграмм жаңағы зәйтүн майын құясыз. Екеуін жақсылап араластырып, отта бір қыздырып аласыз. Сол қыздырылған күйінде ыстық майды қақсаған жеріңізге жағып, жақсылап орап қоясыз. Сол кездегі буындағы бүкіл суықтарды алып, денеңіздегі буын қақсауын әлде қарай төмендететін болады. Сол себепті жараға да, жаңағы шығамдарға да жаңадан пайда болған жағатын болсаңыз, 100% жақсы көмек береді. Ал егер де сіз қысым көтеріліп, сондай аурумен ауыратын болсаңыз, давлениеңіз болса, қарапайым осы қалампырдың 2 штугын
аузыңызға салып шайнайсыз. Жақсылап шайнап болғаннан кейін оны түкіріп тастайсыз. Осылай күніне 2-3 рет жасайтын болсаңыз, қатты көтерілген қысымды 10-15 минутта қалпына келтіретін болады. Қалампырдың аллергия беретін ешқандай кері әсері жоқ. Сол себепті қалампырды, яғни гвоздиканы барлық жастағы адамдарға бола береді. Егерде сіз ангинамен, яғни хронически әрдайым тамағыңыз ауыратын болса, қалампырдың жаңағы тұнбасымен, яғни 10-15 грамм қалампырға ыстық су құйып, тұндырып қоясыз қараңғы жерде. Соның дайын болған суды сүзіп алып, тамағыңызды жаңағы күніне 3-4 мезгіл шаятын болсаңыз, ангинадан да тез құтыласыз. Ал егерде тіс ауруы жиі ауыратын болса, осы қалампырды, ұнтақталған қалампырға кокос майын араластырып, тісіңізді шаятын болсаңыз, тіс ауруын ұмытатын боласыз. Сол себепті міндетті түрде әр адамның үйінде қалампыр, яғни гвоздика болу керек. Пайдасы орасан зор. Барлық ауруға өзіндік емдігі қасиеті өте көп. Және де қыздар, шаштарыңызды қалың, жылтыр, табиғи сұлулығын қалпына келтіргіңіз келсе, осы 15 граммды қалампырға жаңағы 10-15 дана лавр жапырағын қосып, үстіне 1 литр су құйып, қайнатып, суығаннан кейін басыңыздың түбіне сеуіп, 10-15 минут, не болмаса жарты сағат ұстап, одан кейін әр бас жуғанда сонымен шайып отыратын болсаңыз, шашыңыз тез өседі, шашыңыз жылтырайды, шашыңыз қалыңдайды және табиғи өзінің сұлулығын қалпына келтіреді. Сол себепті қалампырдың міндетті түрде әр адам заттың үйінде болып пайдалану қажет.